Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сковородкада осындай дәмді нанды қалай пісіруге болады, сол жайлы бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады екен. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, жылы сүт, ашытқы, қант және тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сармайымыз саламыз және ұнымызды салып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып 1-2 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін видеода көріп тұрғандай кішкентай шариктер жасап сковородкаға қойып шығамыз. Бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минутта қамырымыз осылай көтеріледі. Енді бетін жауып газға қоятын боламыз. Әр бетін 7 минуттан баяу отқа пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне осындай сары майды жағып шықтым. Дәмі өте дәмді, керемет болады екен, жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.